Бесінші дәріс тақырыбы жалпы дамыту жаттығулары. Біріншісі, ә, жалпы дамыту жаттығуларының сипаттамасы. Екінші, жалпы дамыту жаттығуларының бағыттылығы. Үшінші, жалпы дамыту жаттығуларын жүргізу әдістеріне оқыту әдістері. Бірінші, жалпы дамыту жаттығулары дененің жекеленген бөліктерінің қозғалысы немесе олардың үйлесімі деп аталады. Әртүрлі жылдамдықпен және амплитудамен ең жоғары және орташа бұлшықет көрнеуімен орындалады. Ору бұл қимыл қозғалыс дайындық мектебі. Онсыз спорттық және еңбек іс әрекетінің әртүрлі түрлеріне жету қиынға соғады. Жалпы дамыту жаттығулары бұл дененің жеке буындарымен де олардың үйлесімділігімен де қозғалыс. Бұл жаттығулардың күрделілігі мен қол жетімділігінің шұғылданушылардың дайындық деңгейіне байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Қарапайым қимылдардан оқушылардың жақсы дайындығын талап ететін жаттығуларға дейін өзінің қол жетімділігінің арқасында бұл жаттығулар денсаулық топтарының әртүрлі аурулардан кейін оңалту топтарының тірек қимыл аппараттарының ауруларын қозғауына мақсаты физикалық қасиеттерін тәрбиелеу, дұрыс дене тәрбиесін қалыптастыру және шұғылданушыларды күрделі қимыл қозғалыс дағдыларын меңгеруге дайындау. Жалпы дамытатын жаттығулар заттарсыз заттармен, гантельдермен толтырылған топтармен, гирілермен, штангалармен, резеңке амортизаторлармен, таяқшалармен және тағы басқа. Әртүрлі гимнастикалық снарядтарда сондай-ақ бір-бірінің өзара көмегімен орындалуы мүмкін. Өзінің құрылымы бойынша жалпы дамыту жаттығулары қарапайым және барлық жастағы балалар мен әртүрлі жастағы адамдарға қолжетімді. Жалпы дамыту жаттығуларының көмегімен дененің жеке бөліктері мен бұлшықет топтарына салыстырмалы түрде іріктеп әсер етуге болады. АТХ әмбебап күндіктері оларды балабақшаларда, мектептерде және басқа да оқу орындарының, сондай-ақ тұрмыста және өндірісте гигиеналық өндірістік гимнастика кеңінен қолдануға мүмкіндік. АТХ арқылы бұлшықеттердің және жеке топтарына қатысты таңдау әсер етуге болады. Жаттығулардың сипатына, олардың санына байланысты физикалық жүктемені реттеу және бұлшықет кернеулерінің қарқындылығы олар орындалады. АТХ-ның шұғылдаушылардың ағзасына жан-жақты әсері қозғалыс және психикалық қабілеттерін дамытуға, дұрыс сананы қалыптастыруға, әртүрлі органдар мен жүйелерге олардың функционалдық жағдайларына әсер етуі мүмкін береді. Баланың орталық жүйенің қалыптасуы мен дамуы кезінде ерекше маңызы орын алады. Бұл кез келген қозғалыс акт ОЖЖ бақылауларымен оларды бақылау нәтижесінде ми қабығына және байланыстардың қалыптасуы түсіндіріледі. Өз кезегінде мидың қасиеттері әмбебап бұл байланыстардың саны шексіз. Балалардың дамуындағы сенситивті даму үшін қолданылады. Кезеңдері ескере отырып, әртүрлі дұрыс қолдануларының тиімді дамуына әкеледі. Олардың адамның әртүрлі қызмет түрлерінің қабілетін елеулі түрде анықтайды. Ерекше рөл экологиялық лас аймақтарда ораны бөлуге болады. Музыкалық сүйемелдеуді қолдану, сонымен қатар музыкалық естуді дамытады. Әсемдікке деген махаббат сезімін дамытады. Қозғалыста жүргендерге өзінің жеке ерекшеліктерін тек сабақтарда ғана емес, басқа да қызмет сапаларында көрсетуге мүмкіндік береді. АТХ сияқты әмбебап құралдарды тиімді қолдану үшін оқытушы өз еңбегін үлкен әлеуметтік маңыздылығын түсінуі және тиісті дайындығы болуы тиіс. Адамның анатомиялық, физиологиялық ерекшеліктерін бөлу, қозғалыс және психикалық қабілеттерінің сенситивті даму кезеңдерін білу, көптеген нақты жаттығуларды білу және меңгеру, нақты жаттығулардың бағыттылығын, олардың сипатын анықтай білу, АТХ түрлі тәсілдермен жүргізе білу, тапсырмаларға байланысты жаттығулар жасай білу және кешендер жасай білу, сабақты ұйымдастырудың барлық әдістерін меңгеру,
жалпы дамыту жаттығуларын жүргізу әдістеріне оқыту әдістері атақы күрделілігіне байланысты оларды үйрену үшін келесі оқыту әдістері қолданылады. Бірінші, жалпы көрсету бойынша, екінші, жалпы әңгіме бойынша, үшінші, жалпы көрсету мен әңгіме бойынша, төртінші, бөлімдер бойынша атақы жүргізу үшін бөлек ағындық, өтпелі және қозғалыстағы ағындық тәсілдер қолданылады. Жаттығулардың күрделілігіне дене және қойылған міндеттерге байланысты атақы өзінің өткізудің ең тиімді тәсілдері қолданылады. Мысалы, тұрақтылықты дамыту, насар аудару және ауыстыру үшін орташа қиындық жаттығуларын таңдау қажет. Бірақ оларды қозғалыста ағымдық тәсілдермен орындау қажет. Бұл оқушыларды ОЖЖ-ның жоғарыдағы көрсетілген қабілеттерінің дамуына ықпал ететін механизмдерін қамтуға итермелейді. Қозғалыс үйлесіміне дамыту үшін жаңа функционалдық байланыстардың пайда болуына және қозғалыс функциясының дамытуға ықпал ететін күрделі, бірақ оқушылар үшін қол жетімді қозғалыстарды орындау қажет. Атақыны дұрыс қолдана отырып, адамның әртүрлі әлеуетті, сондай-ақ өзекті қабілеттерін дамытудың ықпалы етуге болады. Жалпы дамыту жаттығуларын жазу ережесі. Жеке қозғалысты жазу кезінде көрсетіледі. Біріншісі, қозғалыс басталатын бастапқы жағдай, екінші, қозғалысты атауы, үшінші, бағыт, оңға, артқа және тағы басқа. Төртінші, соңғы жағдай қажетті болса, бір мезгілде орындалатын бірнеше қозғалыстарды жазу кезінде, жеке қозғалыстарды жазу кезінде не екенін көрсету керек. Бірақ алдымен негізгі қозғалыс әдеттегі дене немесе аяқпен орындалатын, содан кейін ықпалын қозғалыстар. Мысалы, біріншісі, аяқ тіреуі, қолдары иыққа, бір оңға бүгіп солға қарай көлбеу, бағдалау жоғары, екінші, бастапқы қалып. Назарларыңызға рахмет.